Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Біз енді мешітте қызмет жасағасын көп уақытымыз осы мешітте, сосын осындай қабірдің басында өтеді ғой уақытымыз. Хазіреті Әлидің бір жақсы сөзі бар осыған байланысты. Егер қабірдегілерге сөйлеуге мұрсат берілсе, осындай жақсы бір өсиет айтар еді дейді мына бір сөзді. Қасиетті Құран кәрімде Бақара сүресінде келеді. Тазауаду фаинна хайри зади тақуа. Осы біздерге мына қабірдегілер айтар еді дейді, азықтаныңдар деп. Азықтаныңдар. Енді немен азықтанамыз десек, осы азықтың ең жақсы осы қабірге жеткендегі азығымыз ол тақуалық екен ғой. Сондықтан қазіргі уақытта көбіміз бұл кісілердің де қабірдегі адамдардың да біз секілді мақсаты болды, мұраты болды. Үй алсам, болмаса көлік алсам, болмаса бір үлкен мақсаттарды орындасам деген, бірақ уақыт деген бәріне де қарамайды. Әйтеуір ажалымыз келген кезде бәріміздің баратын жеріміз осы ғой. Алла Тағала да қасиетті Құран кәрімде «Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим» дейді. Яғни ол күні Алла Тағаланың құзырында Алла Тағала біздің қазіргі масаттанып жүрген мал мүлкіміз, дүниеміз бар. Сол дүниелеріміз және де ұрпағымызбен масаттанамыз ғой. Сол ұрпағымызда ешқандай пайда бермейді. Пайда беретін нәрсе илля ман аталлаха биқалбин салим, сау жүрекпен Алла Тағаланың құзырына жетсек, сол нәрсе бізге пайда береді екен. Сондықтан да осы 5 күндік жалғанда ешкімге араздаспай, ешкімге кек сақтамай, ренжіспей, барынша ізгі амалдарды көбірек жасауымыз керек. Сөздің түйіні жердің үстінде жүретін уақытымыздан жердің астында жататын уақытымыз көп қой. Аман болайық, бар болайық, сау болайық.